Ассаляму алейкум. Бүгін біз 10 минуттық торт дайындаймыз. Алдымен кремді жасаймыз. 25 немесе 30% қаймақ аламыз. Оған бір банка қайнатылған, қоюландырылған сүт қосамыз. Бір келкі крем жасау үшін бәрін жақсылап араластыру керек. Кремді әзірше қоя тұруға болады. Тазартылған банандарды алып, жұқа тілімдерге кесіңіз. Олардың қалыңдығы бірдей болғаны жөн. Енді дайын коржылар керек болады. Олар барлық дүкендерде сатылады. Тортты жинай бастаңыз. Крем жағамыз. Содан кейін банан тілімдерін ретімен салып қоямыз. Үстінен тағы бір корж саламыз. Осылайша қабаттарды ауыстырып, тортты жинаңыз. Соңғы корж салынған кезде аздап басып, кремді біркелкі жағыңыз. Болған кремнен кішкене қалдыру керек. Содан кейін онымен жан жағын жағып шығамыз. Мен жоғарғы жағын қайнатылған, қоюландырылған сүтпен безендірдім. Бүйірлеріне күріш шарларын себуге болады. Тоңазытқышта 1 сағатқа қойыңыз. Осы уақыт ішінде торт керемет сіңдірілген, жұмсақ және дәмді болды. Иә, бұл мүлдем рецепт емес сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ көптеген әйелдер тез және оңай рецепт іздеп жүргенде осындай қарапайым нұсқаларды ұмытады. Былай қарағанда, бәрін ең жақын дүкеннен сатып алып, үй-дүкендей дәмді торт шығара аласыз. Корждардың орнына кәдімгі печенье қолдануға болады. Осы рецепт сізге ұнаса, лайк басыңыз, ой-пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, содан сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.